Сәлеметсіздер ме? Интерактивті сабаққа қош келдіңіздер. Сұр болт түсі суық қаптайды аспан. Құрметті әріптестер, баршаңызға қайырлы күн. Сіздерді бүгін мастер-класста көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі тақырыбымыз жаңа ұрпаққа тағылым деген шекарасыз білім. Яғни бүгін біз шекарасыз білім кеңістігіне мұғалімге көмектесетін заманауи цифрлық платформаларды қарастырамыз. Қазіргі заманда мұғалім тек ақпарат беруші емес, сонымен қатар оқу процесін ұйымдастырушы, бағыттаушы және цифрлық құралдарды тиімді қолданушы болып саналады. Көп функционалды ақпарат талдау құралы деп санаймыз. Құру кішкене енді әлеуметтік желілермен байланысқан және жедел жаңалықтармен заманауи ақпаратты талдауға бағытталған буын, көмекші ол да. Сабақтың визуалды құрылымын жасау, ол платформа Gamma, оны да танисыздар, білесіздер. Қазір кейінірек мына QR-ларды ашуға болады, және алдарында тұрған мына QR-ды ашып YouTube каналға сілтемесіне кіруге болады. Canva платформасы сабақтың визуалды сапасын арттырады, оқушылардың қызығушылығын күшейтеді. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыра және сабаққа толық қатысуын ықпал етеді. Мұғалім жұмысын жеңілдетеді, оқушы белсенділікті күшейтеді, уақытын үнемдейді және цифрлық құралдар ол заманауи білім беру тиімді көмекшісі. Назарларыңызға рахмет, келгеніңізге де көп рахмет. Сізге бүгінгі сабақ қалай өтті? Бүгінгі сабағыңыз өте керемет өтті. Жаңа ақпараттар білдім, оқу барысында қалай жаңа жасанды интеллектті қолдану керектігін үйрендім. Сізге көп рахмет. Семинардан не үйрендің? Бүгінгі семинар маған өте пайдалы болды. Платформаларды атап айтсам, оның ішінде Canva, яғни презентация жасау тезірек. Gamma, яғни жасанды интеллект өзі істеп береді. Уақытты тиімді пайдалану және тағы да басқа платформалар.